Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен көздің қызару туралы айтатын боламыз. Көздің қызаруына негізі әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Олар қабыну процестері, инфекция, ультракүлгін, ультрафиолет, сәуле әсерінен болуы мүмкін, аллергия болуы мүмкін, инфекция, жарақаттар және тағы басқа факторлар негізі өте көп. Қай кезде дәрігерге баруымыз керек. Егерде көзіңіздің қызаруы бірінші рет, бірақ себебін білмейсіз. Ондай қызару бір күннен бірнеше аптаға дейін созылуы мүмкін. Егерде көзіңіздің қызарғаннан кейін жарыққа қарай алмайтын болсаңыз, көздің көргіштігі нашарлайтын болса, және де учетта тұратын науқастар артериялық қан қысымымен, қан диабетімен тұратын науқастар қанды сұйытатын дәрілер қабылдайды. Солардың да әсерінен болуы мүмкін. Мұндай кезде міндетті түрде дәрігерге баруымыз керек. Ал қандай жағдайда? Шұғыл түрде дәрігерге баруымыз керек. Егерде көзіңізге жарақат алсаңыз, оқ тиіп жатса, көзіңіздің қызаруынан кейін интенсивті басыңыздың қоймай ауруы болатын болса, сонымен бірге жаңа көзіңіз қызарғаннан кейін бірге құсу синдромы болатын болса, егерде осындай жағдайларда уақытты өткізбей міндетті түрде шұғыл дәрігерге бару керек. Көздің қызаруына бей-жай қарамаңыздар.